Қайым Мұхамедханов атындағы 90-шы ұлттық гимназия. Бұл білім мен болашақтың мекені. Бүгінде бұл жерде қандай жаңалық пен жаңашылдық бар, бірге көрейік. Ассалаумағалейкум, Қуандық мырза. Уағалейкум ассалам. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Денсаулық, көңіл күй бәрі жақсы. Аманшылық. Гимназияға кірген бойда көзге ұратын оң жақта қараңызшы, керемет дүние. Ұлттық нағыз намысты жанайтын тамаша бір дүние екен. Расында ұлттық гимназияға кіргеніміз сезіліп тұр. Дәл қазіргі уақытта жалпы білесіздер, желтоқсан айы біздің тарих толқынында өте маңызы зор айлардың бірі. Дәл осы мына жерде көріп тұрсыздар, рухы биік халықтың тарихы мәңгілік атты тарих пәндері бірлестігінің 10 күндігі. Дәл қазіргі уақытта гимназиямызда 1570 оқушы білім алады. Бастауыш сыныптарда 665 оқушы және жоғары сыныптарда 905 оқушы білім алады. Осы оқушыларға білім беріп жатқан мұғалімдердің саны қанша? Мұғалімдердің саны 120-дан астам. Тамаша. 120 мұғалім. Сұхбатты бастаймыз ғой. Бастайық. Жүріңіз. Ассалаумағалейкум. 90-шы гимназия тыңдап тұр. Жақсы. Қуандық мырза, бұл Қайым атамыздың қолданған телефоны. Бұл байланыс құралы сол кездегі керемет ғылыми жетістіктің бірі еді ғой, байланыс құралы. Бұдан бөлек қандай дүниесі бар? Айтыңызшы. Атамыздың қолданған заттарының барлығы Алматы қаласынан осы Дина Қайымқызынан сұрап әкелінген болады. Осы мұражайға арнайы. Қабырға кілемі, шапаны барлығы фотосуретпен барлығын көрсеңіздер болады. Қайым атамыздың шапаны. Және де мына жерде қазір қолданған костюм шалбарлары, сосын домбырасы барлығы. Сіз отырған диванға да атамыз отырған ғой. Демалатын орны. Әрине. Атамыз осы шамды жағып қойып, ғылыми жұмыстарын жазған ғой, Бұл шамды ғылыми шамшырақпен байланыстырсақ болады. Ғылыми ізденіс. Мен керемет папканы көріп тұрмын. Қайым атамыздың папкасы. Бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай Қайым атамыздың домбырасы Тиегі ерекше екен. Тиегінің өзі қошқар мүйіз іспеттесе. Мына жерде ескі қолжазба. Қолжазба және мына жерде көріп тұрғаныңыздай мынау Қайым атамыздың ұлының ең алғашқы сауат ашу дәптері десек те болады. Ең алғашқының өзі қараңызшы қандай керемет жазған. Ғалымның баласы деген осы шығар. Тамаша. Мына жерден фотосуреттер атамыздың естелігі. Бұл жерде барлық таңбаланып тұр. Алаштың жолын жалғаған Карлаг және қаламгер. Карлагта болған жылдары. Сосын мына жерде Қайым және қазақ зиялылары. Қайым атамыздың әкесінің үйіне алаш зиялыларының барлығы күнделікті келе береді десек те болады. Есігін айқара ашып алаштың ардақтыларына мүмкіндік берген ғой Қайым атамыздың әкесі. Президентіміздің 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жыл деп жариялауына байланысты мектептің 4-ші қабатында осындай керемет дәліз бар екен. Бұл дәлізде өздеріңіз байқап тұрғаныңыздай адал азамат деп аталады. Адал азамат президенттің бастамасымен құрылған үлкен бағдарлама десек те болады. 24-ші жылы, 2024 жылы біртұтас тәрбие бағдарламасы деп аталған. Ал енді биыл 2025 жылы жаңа мазмұнда адал азамат деп аталған. Бұл жерде жаңағы тілге тиек еткен мысалы жұмысшы мамандықтар жылына байланысты мына жерде еңбегі адал жас өрен жобасы. Осы жобалар арқылы еңбектің қадірін жас ұрпаққа сіңіру. Гимназияның тағы бір ерекшелігі бұл жерде жылдағы бағдарлама реформаға байланысты дәлізде де өзгерістер пайда болады екен. Бұл да бір керемет бір жаңашылық деуге болады. Қараңызшы, жоғары сынып оқушылары келді. Мына жерде біраз ақпаратқа қанықты, яғни жыл сайын қатып қалмайды. 5 жыл, 10 жыл тұрмайды қабырғада, жыл сайын өзгеріп тұрады. Жыл сайын жаңашылдық өзгерістерге байланысты безендіріледі. Заман көшінен қалмау, соған ілесу деген осы болса керек. Бұл жердегі визуалды оқушылар көру арқылы ненің болатынын, ненің болмайтынын визуалды көру арқылы шешім қабылдайтын болады. Негізі сіздердің қабырғаларыңыздың өзі бір білім құралы сияқты. Тарихыңды білсең қор болмайсың, білмесең ешқашанда зор болмайсың деген бабаларымыз мұнда тарих баспалдағы керемет көрініс тапқан. Баспалдақтан көтеріліп келе жатқан бала міндетті түрде мынаған мән береді және өзінің тарихына үңіледі. Қай ғасырда қандай дүние, қай жылы қандай оқиғалар болғандығына қанығады. Мысалы, 1771 жылы Абылай ақ киізге көтеріліп хан сайланды. Және 1837-47 жылдары қазақтың соңғы ханы Кенесары орыс отаршыларына қарсы азаттық күресін өрістетті. Дәл осылай замана тізбегі ғасыр жалғасын таба береді.
Бұны көріп өскен бала әлбетте тарихын сүйет, отан үшін отқа болса да күйет. Қуандық мырза, біз енді мектептің ішін жүріп аралап отырмыз ғой. Енді бір сәт отырып сұхбаттасайық, сұхбат құрайық. Біз дәл қазір ұстаз қап бөлмесіндеміз, бұл жер айтып тұрғандай, ұстаз қап, ұстаздар отырады және мұнда немен айналысады? Бұл кабинетте жаңағы жасанды интеллектке көбіне басымдық берілгендіктен арнайы LED экран қойылған. Жаңағы оқушылардың дайындық барысында жасанды интеллектті жиі қолдану. Сол мақсатта арнайы жабдықталған кабинет десек. Заманауи техника, технология. Яғни 90-шы мектепте ұстаздар, мұғалімдер ешқандай да заман ағымынан көшінен қалған емес. Қалыс қалмайды да, иә. Жаңашылдыққа қадам басады, мұнда мүмкіндіктің бәрі бар деген сөз ғой, иә? Әрине. Қабырғада тұлғаларымыз тұр. Осы кісілердің нақыл сөздері, бұл кісілердің қазаққа қалдырған өсиет өлеңдері тұр екен. Бұл жерде ұрпақтар сабақтастығы Абайдан Ерболға дейін. Өздеріңіз көріп тұрғандай Абай Құнанбайұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мұхтар Әуезов, Қайым Мұхамедханов және Ербол Іргебай. Енді бұл тұста өзара байланыс ұстаз бен шәкірт арасындағы. Ұрпақтан ұрпаққа бүгін Ерболға дейінгі байланысты көрсете білу. Өте тамаша. Дәл осы жерде ұстаз қап кабинетінде ұрпақтар сабақтастығы жалғасады дейміз, себебі ұстаздар шәкіртке өтеді. Әрине. Бұл шәкірттер бұйырса алдағы уақытта өзінен кейіндерге із қалдырады. Үлгі бола болады. Бұл бізде Ер Қазақ журналы. Ер Қазақ журналы жылына 2 саны шығып отырады. Оқушылардың, мұғалімдердің шығармашылық бағыттағы өзіндік ойларын, өлеңдерін, ғылыми жұмыстары осы журналға басылып шығып отырады. Ер Қазақ журналы. Ер Қазақ журналының атауының өзі де Қайым Мұхамедхановтың Совет үкімет тұсындағы ең алғашқы біздің әнұранның авторы екенін білесіздер. Мектепте түрлі орталық бар, аралап кіріп көріп жүрміз. Ал енді шұғыла орталығына тоқталайықшы. Бұл шұғыла орталығы домбыра үйірмесі, лингвистика жаңа тіл мамандықтарына, мына жерде биге қатысты хореография, сосын робототехникадан қосымша үйірме жұмыстары жүргізіледі. Балалардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында ашылды, өзінің миссиясын орындап отыр. Іс-шараға қатысады балалар, денсаулыққа пайдалы, өнерін дамытады деген сияқты. Тамаша екен. 90-шы гимназияға келдім бүгін, сезетін оқушылар еркіндігін. Ұстаздар мен оқушыға барлық жағдай жасалғанын осында көрдім бүгін. Әгигәгім. Қуандық, шынында да гимназияның тыныс тіршілігіне, өміріне қанығып жатырмыз. Көптеген жаңашылдықты көрдік. Заманауи техника, технология дейсібі бәрі бар. Жетістіктеріңізде Аллаға шүкір ауыз толтырып айтарлықтай екен. Дәл қазір біз мынау қазақтың рухы болған, жанымен егіз болған домбыра кабинетіндеміз, мұнда балалар үйірмеге келеді. Үйірмеге, домбыра кабинетінде балалар жаңағы әрбір нотаны болсын, нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейміз ғой. Домбырадан күмбірлеген даусымен қазақи үнді осы кабинетте бойына сіңіреді десек те болады. Конкурстарға қатысады. Арнайы осы жерде тәлім алып, сондай байрақты бәсекелерге қатысады. Мектептің ішінде құрылған оркестр бар ғой? Бар, мектептің ішінде құрылған оркестр бар. Оның құрамында оқушылар да, мұғалімдер де құрамына кірген. Отырғандай мен бүгін малдас құрып, алатын тәрбиені заңдастырып, домбыра кабинетінен шығайыншы, ары қарай жіберейін жалғастырып. Әгигәгім.